Сәлем достар, бүгін сіздермен дәмді әрі өте оңай палауымның бүкіл сырларымен бөлісетін боламын. Бірақ видеоның соңынан дейін көріп, лайк басып, подписаться болуларыңыз өте маңызды. Комментарийда өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Ал рецепті бастайық. 2 орташа пиязымызды турап аламыз. Қазан қызып тұрса, 3 шөміш май құйып қыздыра береміз. 800 грамм етті дайындап қоямыз. Арасында сәбізді турай бастаймыз. Қызып тұрған майға етті әдемілеп қызартырып аламыз. Арасында босаған кезде сәбізді турап дайындап аламыз. Әдемілеп қызарған соң пияз саламыз. Күрішті дайындап алайық. 1,5 банка күрішті жуып тазалап дайындап қоямыз. Ал сәбіз салуға дайын. Пиязымыз әдемі болып қызарыпты. Сәбізді де салған соң 5 минуттай қуырып, бетін жауып, күрішті жібітіп қоямыз. Орташа отпен пісіреміз. 1,5 литрге жетер-жетпес су құямыз. Зіра, куркума, тұзды өз мөлшерлеріңізбен сала бересіздер. Орташа отпен 40 минут әдемі осылай қайнау керек. 40 минут өткен соң күрішімізді саламыз. Күрішті демдегенде мұқият болыңыздар. Суы соңына дейін тартылу керек. Суы кішкене тартылған соң осылай араластырып тұрамыз. Бір келкі пісу үшін. Күріштің суы тартылған соң 20 минутта жай отпен демдеп пісіреміз. Міне қараңыздар, палауымыз дайын болды. Қыздар, бұл палауымның толық видеосын YouTube каналымнан тапсаңыздар болады. Палауымның бетін сәндеу үшін осы 2 жұмыртқаны турап дайындап алдым. Ал етке кірсек, етімізді майдалап әдемілеп турап, палауымызды сәндеуге кірсек. Proszę pomożesz. I